Авокадо қолдану мидың тиімділігін арттырады, ас қорытуды жақсартады, жүректі нығайтады. Вегетариандықтар үшін бұл жеміс күнделікті рациондық маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Авокадоның пайдалы қасиеттері денеге осындай әсер етуден көрінеді. Қан холестериннен тазартылады. Холестеринді бляшек пайда болу ықтималдылығы төмендейді. Ет өнімінің арқасында дене тіндері серпінді болып қалады. Коллагендер шығарылады, әжімдер тегістеледі. Қан қысымы төмендейді. Егер сіз үнемі жедел жесеңіз, гипертониядан арылуға болады. Қан түзілуі және қан айналымын қалпына келтіру үшін авокадо қолдану темір құрамына байланысты анемияның алдын алады. Авокадо рак клеткаларын бұзады және олардың өсуін тежейді. Құнды майы бар авокадо жемістерінің өндіріледі. Оның калориялық мәні ет пен жұмыртқаға тең. Құру белоктарының мөлшері бойынша авокадо жоғары калориялы жемістердің арасына көшбасшы болып табылады. Сіздерге ем болсын. Ауырмаңыздар. Үнемі өздеріңізді күтіп жүріңіздер.